Антуан Гризман Барселонаға ауысуы мүмкін. Зидан Мбаппенің құны жөнінде ойымен бөлісті. Тоттенхэм Хотспур Эриксон үшін 150 миллион евро талап етуде. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар бүгінгі бейнероликте. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Француздық ПСЖ футбол клубы испандық қақпашы Давид де Геаға қызығушылық танытуда. Литен спорт баспасының мәлімдеуінше, париждік клуб де Геаға қалаған жалақысын төлеуге дайын. Еске сала кетейік, испандық қақпашының Манчестер Юнайтедпен келісім шарты осы жазда аяқталады. Ал де Геа әлі ұзартуға асығар емес. Тоттенхэм Хотспур Мадридтік Реалға Кристиан Эриксонды қандай бағаға ғана жіберетінін хабарлады. Mirror тілшілеріне белгілі болғандай, клуб басшылығы Даниэл Хавбек үшін 150 миллион сұрап отыр. Эриксон бұл қаражатқа лайықты ма? Комментарияға жазуды ұмытпа. Испандық баспалардың хабарлауынша, Бразилия ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Филиппе Каутиньо Барселонадан кетуді көздеп отыр. Ойыншы алатын өте аз ойын тәжірибесіне көңілі толмауда. Бразилиялық хавбекті Манчестер Юнайтед пен Челси алуға дәмелі. Бейнеролик Брикспэт компаниясының қолдауымен түсірілген. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативтік қызмет және де жедел төлемдер. Қысқасы спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Брикспэт сілтемесі төменде. ESPN тілшілеріне белгілі болғандай, Барселона футбол клубының басшылығы француздық шабуылшы Антуан Гризманды алуды көздеп отыр. Алайда бұл трансфер жүзеге асу үшін қаржылық фейерплей бұзылмауы тиіс. Сол себепті Барселона бірнеше қымбат ойыншыларын сатуға мәжбүр болады. Зидан Мбаппенің трансфері жөнінде ойымен бөлісті. Әзірге біз Мбаппенің құны жөнінде еш нәрсе айта алмаймыз. Бұны екі клубтың басшылары саудаласып шешеді. Кезінде мен Реалға ауысқанда менің құным 70 миллион евро болды. Сол кезде бұл ақша абдам сенгісіз болатын, алайда бүгінде жағдай мүлде бөлек. Мбаппенің қандай футболшы екенін барлығымыз өте жақсы білеміз. Алайда ол басқа клубтың футболшысы. Мбаппе жөнінде өте көп айтқаным, өз футболшыларыма сыйластық танытпағаным болады деп француздық футболшы марка тілшілеріне ойын білдірген екен. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға пікірлеріңізбен бөлісіп, осы бейнероликке лайк баса отырыңыз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.